Мейіз жесеңіз мазаңыз қашпайды, қалауын тапсаң қар жанады дегендей, кәдімгі мейізді жөтелге, аллергиялық қышымаға ем ретінде пайдалануға болады. Ол үшін дәні мен сабағы бар мейізді таңдап алыңыз. Өйткені бұл мейіздің нәрі өзінде сақталады. Ем үшін жақсы кептірілген қара жүзімді алу керек. Қара жүзім нәрлі де дәмді келеді. Сондықтан оның емге тигізер пайдасы мол. Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен дертке шипа арнасы. Арнамызды көрермендеріміздің 92,7%-ы тіркелмей қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Видеода мейіздің сіз білмейтін толық емдік қасиеттері баяндалады. Жөтелген кезде мейіздің қайнатпасы өте пайдалы. Бір уыс мейізді алып, тазалап жуып, 1,5 стақан ыстық суда 10 минут қайнатасыз. Сосын сусынды жылы күйінде күні бойы аз-аздан ішіп жүріңіз. Емнің әсері тиімдірек болу үшін мейіз қайнатпасына 1 ас қасық пияздың жаңа сығылған шырынын, осынша бал қосуға болады. Ертеде денені теміретке басқанда оған мейізді жағып үйкелеген. Терінің аллергиясына мейіздің қайнатпасын жаққан. Мейізден теріге маска жасауға да болады. Ол үшін 1 уыс мейізді алып, ет тартқыштан өткізіп, оған 1 ас қасық бал, 1 ас қасық қаймақ, 1 ас қасық сұлы ботқасын қосу керек. Міне бұл қоспадан бетке жағатын тамаша маска шығады. Күніне 10 мейіз, 2 кептірілген өрік, 1 грек жаңғағын жеп, жылы су ішіп тұрсаңыз, жүрегіңіз жақсы жұмыс істеп, анау-мынау сырқатқа тез арада сыр білдіре қоймайды. Мейіз кептірілген жүзім. Басқа кептірілген жемістерден айырмашылығы, оларға кептіру кезінде тәттілендіргіштер қосады. Мейіз қантсыз қосылады және қапталады. Бұл кептірілген жеміс құрамында көп мөлшерде глюкоза бар және ең жақсы табиғи тәттілендіргіштердің бірі. Мейіз сонымен қатар талшыққа, калийге, темірге, борға, көптеген дәрумендерге, макро және микроэлементтерге бай. Мейізде қаныққан май, холестерин мен глютен жоқ. Бұл өте пайдалы және кейде қажетті тағамдық өнім. Мейіз құрамында полифенолдар, антиоксиданттар, флавоноидтар мен денсаулыққа және жалпы денсаулыққа пайдалы қоректі заттар бар. Тіс ауруының ықтималдылығын төмендетеді. Әдетте кептірілген жемістер ауыз қуысының денсаулығына теріс әсер етеді. Алайда бұл мейізге қолданылмайды. Ол ауыз қуысының денсаулығын жақсартады және тіс шегісін жоя алады. Зерттеулер көрсеткендей, мейіз құрамында микробқа қарсы фитохимиялық заттар бар. Олар тіс ауруын тудыратын бактериялардың көбеюін тежейді. Қан қысымын төмендетеді. Зерттеушілер мейізді күнделікті жеу қан қысымын едәуір төмендетуге көмектесетінін анықтады. Инсульт қаупін азайтады. Мейіз калий электролитіне бай. Бұл организмдегі калий деңгейінің жоғарылауға көмектеседі. Бұл макроэлементтер адам ағзасындағы барлық жасушалар мен тіндердің дұрыс жұмыс істеуіне жауап беретін негізгі минерал. Диетада калий жеткілікті мөлшерде болатын адамдарда инсульт қаупі төмен. Қант диабетімен күресуге көмектеседі. 2015 жылы жүргізілген зерттеу 20-ші тип қант диабетімен ауыратын науқастардың күнделікті мейіз тұтынудың глюкоза деңгейіне және жүрек қан тамырлары қаупінің басқа факторларына әсері бағаланды. Зерттеудің нәтижесінде қант диабеттерімен ауыратындар үшін пайдалы тағам деп атауға болады. Сіз мейіз жегенде диеталық талшық денеге табиғи қантты өңдеуге көмектеседі. Бұл инсулиннің көтерілуіне жол бермейді. Қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал етеді. Зерттеулер көрсеткендей, кептірілген жемістер әсіресе құрма, қара өрік және мейіз құрамында кейбір жаңа піскен жемістерге қарағанда күшті антиоксиданттық қасиеттер бар. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды. Өйткені олар бос радикалдардың алдын алады. Еркін радикалдар қатерлі ісік жасушаларының өздігінен өсуіне және қатерлі ісіктің таралуына әкелетін негізгі факторлардың бірі болып табылады.
Сондықтан антиоксиданттарға бай тағамдар қатерлі ісіктің табиғи емі болып табылады. Мейізді күнделікті рационға енгізу арқылы сіз денеңіздің антиоксиданттық деңгейін жоғарылатып қана қоймай, сонымен қатар жасушалардың зақымдануын азайтып, қатерлі ісіктің алдын аласыз. Қышқылдықты төмендетеді. Мейіз құрамында калий және магний бар. Бұл ағзадағы қышқылдықты төмендетуге және жүйедегі токсиндерді кетіруге көмектеседі. Артрит, подагра, бүйрек тастары және жүрек аурулары сияқты аурулардың алдын алады. Анемияны емдеуге көмектеседі. Мейіз құрамында темір мен водоруминдерінің мөлшері бар. Олар анемияны емдеуге көмектеседі. Мейіздегі мыс сонымен қатар эритроциттердің пайда болуына көмектеседі. Жыныстық өмірді жақсартады. Мейізді қолдану жыныстық өмірге де пайдалы әсер етеді. Мейіз құрамында қозуды тудыратын аргинин деп аталатын амин қышқылы бар. Бұл ерлерге өте пайдалы және эректилді дисфункцияны емдеуге қолданады. Семіздікке көмектеседі. Егер сіз артық салмақтан арылғыңыз келсе, мейіз бұған көмектеседі. Ол фруктоза мен глюкозаға бай және жоғары калориялы. Сүйектерге күш береді. Мейіз құрамында кальций көп. Бұл сүйек денсаулығы үшін қажет. Кептірілген жүзім артрит пен подаграны емдеуге көмектеседі. Сонымен қатар остеропороз және остеохондроз бар науқастарға пайдалы. Мейіз құрамында кальцийдің максималды сіңуін қамтамасыз ететін бор бар. Артық салмақтан арылуға ықпал етеді. Семіз адамдарға арналған зерттеулер көбінесе олардың көпшілігі метаболизмнің баяулағанынан және асқазан ішек жолдарының нашар жұмысынан зардап шегеді деген қорытындыға келді. Метаболизмнің төменгі жылдамдығы артық майдың жиналуына ықпал етеді. Өйткені олар тұтынатын тағам энергияның орнына майға айналады. Мейіз талшыққа бай. Бұл ас қорыту процесін тездетуге көмектеседі. Сонымен қатар мейізді үнемі тұтыну асқазан мен ішектің жұмысын қалыпқа келтіреді. Мейіздің құрамындағы талшықтар организмнен токсиндерді тиімді шығарады және асқазан ішек жолын қалыпты жағдайда ұстайды. Әйелдерге мейіздің пайдасы. Мейіз жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Онда ана мен балаға пайдалы маңызды және маңызды қоректі заттар бар. Қан жасушаларын шығарады. Жүктілік кезінде әйелдер анемияға бейім, себебі олар өсіп келе жатқан ұрықты қоректік заттармен қамтамасыз ету керек. Мейіз құрамында В кешені, темір және бірнеше гемоглобин деңгейін жоғарылататын минералдар бар. Бұл анемия, әлсіздік және жүктілік кезінде пайда болатын басқа мәселелердің алдын алуға көмектеседі. Энергия деңгейін жоғарылатады. Жүктілік кезінде денеде көптеген өзгерістер болғандықтан ана мен баланың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін энергия қажет. Мейіз сонымен қатар ананың иммундық жүйесін нығайтады және ол болып жатқан өзгерістерді жеңуге көмектеседі. Бұл еңбек және босану кезінде қажетті физикалық күш береді. Туылмаған баланың көру қабілетіне пайда әкеледі. Жүкті әйелдер нәрестедегі, әсіресе көзге байланысты туа өткен ақаулардың даму қаупін азайту үшін мейіз жеу керек. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Сіздің кішкене ғана болмашы әрекетіңіз біз үшін өте маңызды.